Жолдасым маған өте қатал. Оған алғыс айтқым келеді. Мәдина Сәдуақасова алғыс айту күнінде жақындарына алғыс айтты. Ең алдымен жолдасына, енесіне алғысын жеткізді. Бұл туралы түнгі хабар арнасында айтылды. Мәдина Сәдуақасова шақырту алғанымен Қайрат Нұртастың туған күніне бара алмайтынын айтқан еді. Әнші жолдасының рұқсат етпеуі себепті думанды кештен бас тартты. Енді ол үшін алғысын айтты. Мен жолдасым Олжасқа алғысымды айтқым келеді. Ол мені Қайрат Нұртастың туған күніне Мальдивке жібергенде бұл бағдарламаға келмейтін едім. Сондықтан тағы бір жақсы бағдарламаның қонағы болып отырмын. Сол үшін рахмет айтамын, деп бастады әнші сөзін алғыс айту күнінде. Әнші көрерменнің сауалына жауап бере отыра күйеуінің өте қатал екенін айтты. Одан бөлек енесіне алғысын айтты. Олжас өте қатал, оны үнемі айтып жүремін. Ал енем тамаша адам, жолдасымның анасы, баламның апасы. Ол кісіге алғыстан басқа айтарым жоқ, деді әнші. Мәдина Сәдуақасованың алғыс айту күнінде жақын жандарға алғыс білдіруі әрине нағыз қазақ қызына тән көрініс. Тал әдемі екен, әдем талдың астына түсіріп атым сіздерге. Әсіресе Мәдина Сәдуақасова білесіздер, жолдасына рұқсат бермегені үшін емес, жаңа естідіңіздер. Сол арқылы өзін осындай бағдарламада отырғанда шүкіршілік айтуы шынайы жанның, сабырлы әйелдің сөзі сияқты. Күйеуді еш ренжімей отыр ғой негізінде, байқасаңыздар. Керісінше рахметін айтып отыр, жолдасым қатал, бірақ енем тамаша адам деуі келін мен ене арасындағы жылым қарым-қатынасты көрсетеді. Өзінің үйде қаншайымдай жүргенін әзілмен жеткізуі өмірге деген жеңіл әрі позитивті көзқарасын білдіреді, құрметті көрермендер. Мәдина ханым сахнада ғана емес, отбасында да өз орнын таба білген өнер иесі. Оның киноға түсуге қызығушылығы барын айтуы да қызық. Әнші болып танылып, енді актриса ретіндегі қырын ашуға ниеттеніп жүргені шығармашылығы жағынан дамуына деген ұмтылысын көрсетеді. Қарапайым алғыстың өзінен көп нәрсені байқауға болады. Отбасына деген сыйластық, анаға деген құрмет, жолдасына деген риясыз рахмет. Осындай шынайы сұхбаттар көпке ой салады.